Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды, һәм өз өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған байлығымызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Ребенок рождается на свет, наследует два начала. Первый из них – потребность – есть, спить и спать. Это потребность плоти. Без этого тело не может служить пристанищем для души, не будет расти и крепнуть. Другое – тяга к знаниям. Нам бы неустанно ширить круг своих интересов, множить знания, которые питают наши души. Нам бы понять, что благо души неустанно выше телесных и подчинить плотские потребности велению души. From the seventh word, born into this world, an infant inherits the essential needs. The first is for meat, drink, and sleep. The other, requirement of the flesh, without which they cannot be the house of the soul, and will not grow in height and strength. The other is a craving knowledge. We shall come to realize that special virtues are superior to bodily endowments, and so learn to subordinate our carnal desires to the dictates of our soul.